Қараңғы көшемен белі инағаштай иіле түскен қария қос қолдап ұстаған таяғына сүйене қалт-құлт етіп әрең жүріп келеді екен дейді. Ол жақындаған сайын жаңыл оны шырамыта түсіп, ақыры өз енесі екенін таныды. «Апа, сіз бұл жақта неғып жүрсіз?» деп ұмтыла берген сол еді, енесінің қолындағы таяғы сынып кетіп, етпеттей құлап түсті. «Апа!» Жаңыл өз дауысынан өзі шошып оянды. Үсті-басы қара терге малшыныпты. Тұла бойы дел сал. Жайлап жамылғысын сырып қойды да, жан-жағына бағдарлай көз тастады. Қыбыр еткен жан жоқ. Тек жанында қаннен қаперсіз, танауы пысылдап, 4 жасар ұлы ұйықтап жатыр. Еппен тұрып, терезені ашты. Күздің салқын лебі жүзін аймалап, қалжыраған денесіне әл бергендей болды. Ай сүттей жарық, дала маужыраған тәтті ұйқыда. Әр тұста көше шамдары жарқырап тұр. Көк аспанды қара қошқыл бұлттар қаптап, жаңағы айды бұдан қызғанғандай бүркемелеп жауып тастады. Кенет самсаған жұлдыздардың арасынан біреуі төмен қарай жылжи беріп, көзден ғайып болды. Уақыты жетсе, жұлдызда ағып түседі ғой, деді күрсініп. Орнына келіп, баласының көрпесін қымтап жапты да, аналық мейіріммен өзіне тартып маңдайынан иіскеді. Ол көзін жұмып, әрі аунақшыды, бері аунақшыды. Ұйқысы келер емес. Қайдағы бір асау сезім арбап, өне бойын билеп барады. Көрпесін умаждаған бойы ақ төсіне қыса құшақтап жатып, дауысын шығармай жылап та алды. Бұл Жаңылдың асыл жары Алтынбектен айырылғалы 3-ші күзі. Жалғыздықтың азабынан жасыққан сәттерде осылай көзінің жасын төгіп алса, арқасынан ауыр жүк түскендей жеңілденіп қалатын. Қазір де кеңсемдеп жатып, күйеуімен өткізген тату-тәтті күндерін ойлай бастады. Екеуі мединститутта бірге оқыды. Алғашқы жылдары достық өмір өткізген олар сынаптай сырғыған уақытпен қоса бірін-бірі ұнатып, болашаққа қол ұстасып бірге аттанайық деп уағдаласқан еді. Алтынбек сұңғақ бойлы, қыр мұрынды, қой көзді, үстіне шаң жұқтырмай таза киініп жүретін салмақты да сабырлы жігіт болатын. Түйіліп жазылған қалың қабағы мен ойлы көзқарасы өзіне сондай жарасып тұрушы еді. Оқуларын бітірген жылы үйленіп, отау тікті. Қаланың шет жағындағы аядай 3 бөлмелі үйде Алтынбектің қартайған анасы мен інісі Еркінбек 4-еуі тұрып жатты. Дина шешей адамгершілігі мол, көңілі дариядай шалқыған кең пейіл жан еді. Өзінің ұзақ жылғы өмірінен жинақтаған мол тәжірибесін Жаңылға түсіндіріп, келешек тіршілік жайлы ұғындырып отыратын. Тұңғыштары Мұратбек дүниеге келгенде енесінің қуанышы қойнына сыймай, енді өлсем арманым жоқ деп немересін бауырына салып алған еді. Үйді жиыстырып, тыным таппайтын бұған, қарағым, өзің жұмыстан шаршап шалдығып келесің, күйбеңдей бермей бір уақыт демалсаңшы, үйдің шаруасы таусылшыма еді, деп ылғи бәйек болып жүргені. Ал Еркінбек болса таңертең ертемен кетіп, түннің бір уағында келеді. Ешкіммен шешіліп сөйлеспейді. Қашан көрсеңде бір нәрседен көңілі қалған адамдай томсырайып жүргені. Кей күндері аузынан арақ иісі мүңкіп, қызара бөртіп келетін. Ондайда ағасы мен інісінің арасында кикілжің туады. Араға көбінесе Жаңыл түсіп, күйеуіне басып айтатын. Ал Алтынбек болса, жаным-ау, мен оған жамандық ойлайды дейсің бе? Тек адам болып туғаннан кейін адам болса екен деймін де, деп налайтын. Жаңыл өзін бақытты санайтын. Бірақ ол қуанышы ұзаққа бармады. Күйеуі өз ісіне үлкен жауапкершілікпен қарайтын азамат еді. Жеңіл жәрдем машинасымен адам өмірін сақтап қалуға асығып бара жатқанда жол апатына ұшырап көз жұмды. Бұл қаза жас сұлудың сүттей ұйыған тіршілігіне жазылмастай жара салды. Жаңыл қалың қайғы құшағында аңырап қала берді. Шынымен тастап кеткенің бе, деп еңірегенде етегі жасқа толатын. Аз уақыттың ішінде көздері шүңірейіп, жақ еттері солып, сүзектен тұрған адамдай құр сүлдері қалды. Енесінің де қайғыдан белі бүгіліп, қайратты қара шашы буырыл тарта бастады. Қанша қайғырып, жылап сықтағанмен, ұлының қайтып келмесін білетін Дина шешей Жаңылға болған іске болаттай берік бол деген. Қарағым,
Қайтеміз, жазғанның жазмышына қылар шара бар ма? Өлгеннің артына өлмек жоқ, көнеміз де, Еркінбегім аман болса, аштан өліп көштен қалмаспыз деп жұбатып айтатын. Көп ұзамай Еркінбек те үйленді. Қалыңдығы орта бойлы, сұлу денелі Паршагүл есімді қараторы қыз еді. Уақыт зымырап өтіп жатты. Бір күні Жаңыл басының сақинасы ұстап қатты ауырып қалды. Көзі қарауытып, шеке тамырлары солқылдап, әбден мазасы кетті. 2-3 қабат көрпе жамылса да, денесі суық тартып қалтырай берді. Дина шешей дәріханадан дәрі-дәрмек әкеліп берді де, бүкшеңдеп жүріп кешкі ас қамына кірісті. Кейінгі кездері ыңғыл-сыңқылы көбейіп, шөгіп бара жатқан енесіне жаны ашыған Жаңыл күндегі әдетінше қолын төбесіне қойып, шал жиып жатқан абысынына: "Паршагүл, апаңа көмектесіп жіберсеңші", деді. "Шын жаның ашса, жатып алып біреуге бұйрық бергенше өзің неге көмектеспейсің", деді басын көтеріп алған Паршагүл көзімен атып. Бұлай болар деп ойламаған Жаңыл тосылып қалды да, көк желкемнен тартып басым көтертпей жатқаны, әйтпесе өзім-ақ деп еппен көтеріліп ас үй жаққа беттеді. Іштей өз-өзіне риза болған Паршагүл: "Тап бүгін өлетін түрің көрінбейді", деп күбірледі де қайтадан түзеліп жатты. Осыдан кейін-ақ екеуінің арасына сына түсті. Бірде Мұратбек ойнап жүріп столды қағып кетті де, үстінде тұрған кеселерді сындырып алды. Оны байқап қалған Паршагүл: "Өй, ойының осылғыр, ойының осылсын. Ыдыстың бәрін осақ қиратып бітіретін болды. Қарашей, өзің қыршыннан қиылғыр", деп қарғап сілеп, жақтауда тұрған сыпыртқыны ала сала Мұратбектің жон арқасынан салып кеп жіберді. Төр жақта істігіп отырған Жаңыл кеңсеңдеп келіп бауырына тығылған баласының басынан сипап отырып: "Бала емес пе, әдейі қақты дейсің бе? Байқаймай қалды ғой, құлыным", деп қоңыр даусымен жайлап қана: "Көп сөйлемей аузыңды жауып отыр. Бұл бала емес, бұл пәле. Өзіңнің үйің болмаған соң сенің нең кетеді? Маған десе бәрін шағып тастаса да, түсінсем бұйырмасын, бұл үйде әлі күнге дейін не күтіп отырғаныңды? Әлде ескі заманның ата салтына салып, қайненіңе тоқалдыққа тиіп алайын деп жүрмісің?" деді Паршагүл зымияндықпен сылқ-сылқ күліп. Мына сөз жүрегіне оқтай қадалған Жаңыл бұдан әрі бұл жерде тұрып опат таппасын сезді де туған ауылына кетіп тынды. Жаңыл дөңбекшіп жатып көрер таңды көзімен атырды. "Кейінгі кездер апам түсіме жиі кіріп жүр. Бізді ойлап сағынып жүрме, әлде ауырып қалды ма екен? Қарт адам ғой, қуанып қалсын, амандығын біліп өз көзіммен көріп қайтайын" деген оймен ертерек тұрып жолға шықты. Түні бойы ауыр ойлардан әбден қалжыраған ол автобусқа мінісімен талықсып барып көзі ілініп кетті. Қалаға кіреберістегі ашық алаңға орналасқан зиратқа жақындай бере автобустан түсіп қалды да күйеуінің қабіріне келді. Құлпытастағы суретке қарап көзіне жас алды. Тап бір тірі кезіндегідей бұған күлімсірей қарап тұр. Алтынбек, Жаңыл оны жан тәнімен беріле сүйетін. Ол кешіксе көңілі алабұртып, қашан келгенше тағат таппайтын. Мінезінің ақжарқандығынан болар, Алтынбек келгенде үйдің іші күміс күлкіге толып кетуші еді. Кейде Жаңыл жұмыстан шаршап шалдығып, түнере ашуланып қайтқанда Алтынбек алдынан шығып: "Жаным-ау, бүгін ауа райы бұзылып тұр ғой, суық түсіп қар жаумаса егеді", деп ақсия күлетін. Нәзік белінен құшақтап, тамағынан иіскеп, құшырлана сүйіп алушы еді. Жаңыл оны осы тауып айтқан қалжыңымен баладай пәк қылығына сүйсініп, тамылжыған жаз күнінде елезе жадырап шыға келетін. Алтынбек одан әрі: "Өмір ағыны қатты арынды өзен. Жүзе білмесең, ол сені ағызып әкетеді. Сондықтан малтуды үйреніп, ағысқа қарсы жүзе алатындай күш қайратың болуы керек. Сонда ғана бақытқа жетесің. Ал бақыт дегеніміз сыйластықпен тату-тәтті ғұмыр кешу" дейтін жымия түсіп. "Иә, сол ойсық көзқарас". Кенет зираттың арғы жағына машина келіп тоқтады да адамдар үстінен мәйіт салынған табытты түсіріп жатты. Деді оны көрген Жаңыл ауыр күрсініп: "Адам адамға, жан денеге қонақ деген осы да. Жарық дүниеге біреуі келеді, біреуі кетеді. Сөйтіп тіршілік жалғаса береді. Біз бақыттымыз, Алтынбек. Артымызда өмірімізді жалғайтын ұрпағымыз, Мұратбегіміз бар. Өзің өлсең де рухың тірі". Ол осылай жансыз бейнемен үнсіз сырласып ұзақ тұрды. Аспанды қою қара бұлттар торлаған, қоңыр көздің сумаңдаған суық желі сұр жыландай ысылдап,
ышқына ысқырып тұр. Жартылай жалаңаш жас қайыңдар гуілдеген желдің екпінімен бір жағына қарай майысып иіле түскен. Бір кезде қалықтап жүрген сансыз жапырақтардың біреуі қалбаң қағып Жаңылдың пальтосының жағасына қонды. Алақанына салып байыппен көз жүгіртті. Жапырақта 3 түрлі рең байқалады. Үші күреңденіп, ортасы сарғыш тартыпты, ал түп жағы әлі жап-жасыл. Жаңыл оны лақтырып тастауға қимай, қол сөмкесінен блокнатын алып, ортасына еппен салып қойды. Аздан соң әлдене есіне түскендей орнынан қозғалып, разы бол жаным, қу тіземді құшақтап өтсем де, сенің аруағының алдында адал болуға ант сушемін деді де, енесінің үйіне бет алды. Жаңыл ауызғы бөлмеге кіре бере состиып тұрып қалды. Қабырғаларының кейбір тұстары құлап, сілбі мен өрмекшінің торлары шырмаған. Мүңкіген күлімсі иіс адамның қолқасын қабады. Бұрыш жақтағы столдың үстінде темекінің тұқылдары мен қатқан нанның қалдықтары шашылып жатыр. Ол көз алдындағы келеңсіз көріністерге таңырқап тұрған кезде төргі бөлменің есігі ашылып, Еркінбектің сорайған бойы көрінді. Көздерін алақ-жұлақ еткізіп, аяқ-қолы қалшылдаған қалпы, бұны көре сала есікті қайта жауып алды. Жаңылдың қорқыныштан жүрегі дүрсілдей соғып, үйден қалай атып шыққанын өзі де білмей қалды. Күн нұрын шаша тас төбеге көтерілген. Жел де бәсеңсіп, айнала тылсым тыныштыққа бөлінген. Көрші үйдің алдыңғы жағындағы орындықта енесімен жақсы араласып жүретін, өзі де қолынан талай мәрте дәм татқан қара кемпір немересін ойнатып отыр екен. Жаңыл жақындап келіп, сәлеметсіз бе әжей, деді аптығын баса алмай. Амансың ба шырағым, Құдайға шүкір, бала-шағаның арқасында қыбырлап жүріп жатырмыз ғой әйтеуір. Аман саулық біліскеннен кейін Жаңыл, әже, Еркінбекке не болған, деді келген жағына жалтақтай қарап. Өзің кеткеннен кейін байғұс бала араққа мүлдем салынып кетті. Тіпті кейінгі кездері үйінде жатып ішті. Содан психоздық дейме, әйтеуір өзін өзі ұстай алмайтын елірме ауруына шалдыққан. Ал әйелінің төркініне кетіп қалғанына да біраз уақыт болды. Сол жақта тағы біреуге тиіп алыпты дейді ғой, қара бет жүз қара. Ал апам ше, апам қайда? Әкесі өлгенді де естіртеді қызым. Дина бейшараны мына жетесіздер қарттар үйіне, деді де сөзінің аяғын жұтып қойған ана жанарына тығылған жасты қол орамалмен сүртіп жатып. Оның жан дүниесі дауылды күнгі теңіздей толқып келеді. Қайран, асыл апашым, сорлаған екенсіз ғой. Ұрпағыңның қызығын көріп, өз ошағының түтінін түтетуге құштарана емес педің. Тас жүрек ұлың тірдей жерге көміпті ғой. Қолда барда алтынның қадірі жоқ деген осы да. Жаңыл қарттар үйіне келгенде күн ұясына батып, ымырт үйіріле бастаған. Еңсені басқан ауыр ой құшағында ішке енді. Енесі терезе алдындағы төсекте басын төмен салып, іш көйлегін жамап отыр екен. Өзіне қарай келе жатқан аяқ тықырын сезген Дина шешей басын көтеріп алды да, көзі шарасынан шыға аң-таң күйде аңырды да қалды. Сылбыр көтеріліп, танымай тұрған адамдай бұған тесіле қарады ғой. Апа, мен ғой, танымай қалдыңыз ба? Жаңылмын ғой, деді даусы дірілдеп. Қарағым, Жаңыл, шынымен сен, деді әжей, тамағы бүлк-күлк ете жұтынып, иегі кемсеңдеп, жанары жасаурай берді. Жүрегі лөпілдеп, қалтыраған тарамыс қолдарын соза, келіне тақап келіп бетінен сүйді. Сол сәтте әжейдің көз алдына үлкен ұлының бейнесі елестеп кетті де, көңіл күйі сеңдей бұзылып, кеңкілдеп жылап жіберді. Бірнеше күннен кейін қызғылт түсті автобустың ішінде жүдеп, қуаң тартқан жүзіне қан жүгіріп, жадыраған енесі мен мейірімді келіні әлденелерді еске алып, жарасымдылықпен шүйіркелесіп бара жатты. Осы кезде Қарашаның алғашқы қары жапалақтай жауып, жер ана ақ көрпесін жамылды. Күн енеде елжіреп, о қасиетті адам баласы, қуаныштарыңа ортақпыз дегендей шуағын төге күлімсіреп тұрған еді.